бұл жағдайға қалай түстім деп өзінен сұрады. Арақ бұның тәтті кезеңін, жастық шағын ұрлады. Өткен кеткен адамдар сәкіден түрін әжім басқан, тістері сарғайып, шашы киізденген, үсті-басы жұпыны алқаш әйелді көрді. Бұл бейшараға тыйын тастама, ішіп қояды. Түрін көрсейші, алқаш қой деп естірте айтты жұрт. Әке-шешесі қарабет қыздарын сәкіде шаламас күйінде отырған жерінен тапты. Біздің сендей қызымыз жоқ деп адам кейпінен айырыла бастаған қыздарынан екеуі де бас тартты. Шырайлым сақылдай күлді. Сендер білесіңдер ме? Арақты сендерден үйренді, мына екеуіңнен, деді тілі бұратылып. Ей жүзіғара, бетімізді аймаңдай қылдың-ау, сорлы. Анасы өз көзіне өз сенбей ұзақ жылады. Әкесі намыстан өртеніп кетердей қашылдап тұр. Екеуі де жерге кіріп кете жаздап, қыздарының мұндай халін көрсе де көңілдері сене алмады. Іштен шыққан шұбар жыланды жамандыққа қимайды. Менің өмірім осымен тәмәм, мені іздемеңдір, деді Шырайлым. Шырайлымның жүзінде шырай қалмаған, ащы су қыздың сұлулығын, жастығын, ана болу бақытын ұрлады. Шырайлым үшін өмірдің мәні жоқ, болмаған да сыңайлы. Ей адамдар, өмірлеріңді бағалаңдар, мен сияқты нәпсінің құлы болып адаспаңдар. Мына фәнеге не үшін келдім? Сендерге жалғанның қызығы нәпсі, ащы су емес екенін түсіндіру үшін келген шығармын. Менің атқарып жүрген қызметім осы болар бәлкім, деді. Шырайлым көшенің қақ ортасында қисалаңдап келе жатып, аузы басы ісініп, алдыңғы тістері түсіп, үстінен сасық иіс мөңкіген Шырайлымға адамдар шошына қарайды. Сендер сенбейсіңдер, менің әке-шешем бар, бірақ олар менен бас тартты, бәрі менен бас тартты. Өткені алғаш Шырайлым ешкімге керек емес. Мына арақтың дәмі бөлек қой шіркін. Мен бұл өмірде көп жүрмеймін. Кетем ертең анау жаққа, деп аспанды нұсқайды келіншек. Бұның әңгімесін тыңдап жатқан бір жан жоқ. Жанына полиция көлігі зыр етіп тоқтады да, ей бомж, бері кел деп бұйыра айғайлады. Шырайлым естімеген болып өз жөнімен кете берген. Екі полиция екі жағынан бас салып, мойнынан бұрап көлікке отырғызды. Мынаны жындыханаға апарып лақтыр, қаланың сәнін бұзды, деді полиция. Әп сәтте көлік жүйткіп жындыхананың алдына тоқтады. Бұны көліктен күштеп түсірді де жындыхананың ішіне кіргізді. Шырайлым қанша араққа салынса да бұндай жерге өзін лайық көрмейтін. Қанша дегенмен ананың ақ сүтін еміп өскен ауылдың қызы емес пе? Бұндай жердегі тозақты естігені болмаса, көрген емес. Мен алып кетіңдер бұл жерден, түзелем, адам болам деп ышқына айғайлады Шырайлым. Кеш еді, бұның сөзін ешкім тыңдаған жоқ. Кәне, дәріні бер, деді де әйелді егіп ұйықтатып тастады. Арада бірнеше күн өткенде палатадан Шырайлымның асылып тұрған өлі денесі табылды. Қыз бір тілім хат жазып қалдырыпты. Қымбатты анам, қадірлі әкем, мені кешіріңдерші. Сендерді сондай жақсы көремін. Сендерге лайықты қыз бола алмағаным үшін өте ұяламын. Өмірді қайта өтсе, бұлай сүрмесем. Бала шағымнан араққа әуестігі мені осы жолға амалсыз түсірді. Арақ болмағанда дәл қазір жайнап, жадырап жүрермем. Азғантай өмірімде нәпсінің құлы болдым. Өмір ойыншық емес екен. Өзімді жағаға атып ұрды. Тағдырдың ережесіне сай бола алмадым. Арақ дегенмен шын мәнінде жанымды не мазалайтынын айтайын ба? Жаныма мейірім, махаббат жетіспейді. Сендер менен бір сәт пікірімді сұрадыңдар ма? Әйтеуір әрқайсың өз-өзіңмен әлексің. Мені тәрбиелемейтін болсаңдар, неге тудыңдар? Мен сендерден өмір сұрадым ба? Екі әпкемдей болмағаным үшін сендерден талай рет таяқ жеп өстім. Неге мен оларға ұқсауым керек? Мен ойы, көзқарасы басқа, жеке адам емеспін бе? Бұл өмірде мен ешкім түсінген жоқ. Ешқайсыңды кінәламаймын. Кешірдім. Иә, мен адастым, жаза бастым, қателестім. Бәрі үшін өкінемін. Сәлеммен Шырайлым. Әңгіменің соңы.